Қорқынышты қалай жеңуге болады? Қорқыныш өмір сүруге кедергі болады. Қандай да бір шешім шығаруға, белгілі бір жолға түсуге кедергі келтіреді. Сіздерге өте қызық және нәтижелі тәжірибені айтқым келеді. Біріншіден, қорқынышпен күресу пайдасыз, нәтижесіз. Ең бастысы, сол қорқыныштың қайдан, не себепті пайда болғанын ұғыну керек. Қорқыныш нөл. Қорқыныш ол қаңырап қалған бос нәрсе. Ал онымен күресіп, өзіңді шаршатасың. Адамдар әлі болмаған, тіпті мүлде болмайтын жамандық, сәтсіздік, тағы басқалардан қорқады, және бұл олардың санасында тұралап қалған қауіптерден қорқа-қорқа қалыптасып қалған. Мысалы, салыстырмалы түрде айтар болсақ, кішкентай бала қараңғы бөлмеде қалып қойса, қорқуы сөзсіз. Бала қараңғыда көзіне ештеңе көрінбесе де, қорыққаннан өз ойындағы қорқынышты, мысалы, жын-шайтаннан қорқа бастайды. Ал егер жарықты жағып қалсақ, барлық қорқыныш сап тиылып жоғалады. Дәл осылай ересектер де қараңғылықтан, яки белгісіздіктен қорқады. Осы қорқынышты жою үшін сол бір қараңғылықты сейілтіп, жарық сәуле шашу керек. Ол үшін әр адамның ішкі жан дүниесіндегі жалын отын жаға білген дұрыс. Мынадай тәжірибе жасап көріңіз. Көптен бері жеңе алмай жүрген қорқынышты жай бір қараңғылық ретінде көз алдыңызға елестетіңіз. Және сол қараңғылыққа жарық сәулесін шашыңыз. Сонда қараңғылық сейіліп, өз ойлаған ісіңіз, арман мақсатыңыз айқын көріне бастайды. Бұл тәжірибені әрі қарайда нақтылау үшін мына сөздерді айтыңыз. Қараңғылық сейіл, нұр сәулесі жарқыра. Осы тәжірибені бірнеше рет қайталаңыз. Сонда сіздің ішкі жан дүниеңіздегі жарық қараңғылықты сейілте береді, ақыр аяғында жоқ қылады. Қараңғылық адамның ой санасында тұралап қалған, және сол ми мен ой санада қорқыныш пайда бола береді. Осылай жасасаңыз, күш қуатыңызды сақтайсыз, алға ұмтылып талпынасыз, дамисыз. Ойлаған, алға қойған барлық істеріңіз еш кедергісіз оңынан келіп орындалады.